Көкбұлақ ауылында емші Ұлықбек Сманов балалар үйінен 6 баланы асырап алып, 3 жыл бойы қорлап келген. Асырап алған ата-анасынан адам айтса сенгісіз қорлық көрген балалардың үлкені біраз шындығын айтып берді. Әкем жиі қол көтеретін, қойлар жоғалса мен ұратын, танда тұрғызып малға шөп салғызатын, басымды жарып өзінің дәретін ішкізді. Ол үйде жүре бергенде менің жағдайым қиын болатын. Күн сайын ауыр жұмыстар істеткізетін, тек сабаққа кеткенде ғана сәл демалатын едік. Сабақтан келген бойда малдың шөбін салып, қораға кіргізетін. Қыста малдар өліп қалса, етін бізге сойып беретін. Бәріне бізді кінәлайтын. Малға бірдеңе болса, бізді таяқтың астына алады. Бір күні өлген иттің етін де жегізді. Үйдегі 4 баланың қолын байлап қояды. Жан жаққа кетіп, ойнап кетпеу үшін қолдары байлаулы жүретін. Көрші адамдар көрді. Бауырларын дәретін жіберіп қойса, нәжісін жегізетін еді, деді бала. 16 жастағы баланың бойындағы өзгерістерді мектептегі сыныптастары да, мұғалімдер де байқамаған. Тіпті ата-аналар жиналысына келіп отырған әкенің де психикалық сырқатын байқамаған. Еске салсақ, бұған дейін Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша Смановқа қатысты тергеу аяқталды. Сот шешімімен бала асырап алу мен қамқоршылық жойылған бойда балалар әртүрлі қалалардағы балалар үйіне жіберілді. Асырап алған 6 баласын мысықтың етімен қоректендіріп, адам төзгісіз жағдай ұстаған шымкенттік емші Ұлықбек Смановтың соты өтті. Бірақ оның созылмалы психикалық ауруына байланысты сот қатыгез емшіні түрмеге емес, жындыханаға жіберді.